Ыбырайым Айгүл. Менің балам Қуат деген. Біріншіден көріп отырмын. Небетімен құрады. Небетімен құрады. Міне мынандай баламды өлтірген адам қалай жаңа Қазақстан құрады. Бұл жерден кетсін Тоқай. Айтады. Екі балам бар еді, өзім асырап тәрбиелеп өсіріп едім, міне біреу. Малды да бүйтіп өлтірмейді ғой, мына суретті мен біріншіден көріп тұрмын ғой. Құдай бар болса біздің күнімізді бізден де жаман қылсын. Күнімен түнімен ұйықтамай кешке шейін балам мам деп бір жақтан кіріп келетін сияқты есіктен. Сөйтеді де тұрады. Сол айтады. Алдымызға шықсын Тоқай. Егер адам болып, нені президент болып отырған шын адал болса, алдымызға шықсын, халықты жылатпасын. Коды жоқ. Сол айтады.